Сәлеметсіз бе Ләззат Омархановна? Сәлеметсің бе Мағжантай, қал қалай? Жақында менің анамның туған күні келіп жатыр. Не сыйласам болады? Мағжантай, бәлкім сен анаңа өзің қолдан гүл жасап сыйларсың. Мен оған гүл сыйладым. Әкемнен де сұрадым көмек. Әкең қандай көмек берді саған? Әкең не айтады? Әкем айтты, сенің анаң Иису жақсы көреді деді. Иису өте жақсы. Ол айтты, кеше, ол айтты, сенің анаң Иису жақсы көреді деді. Ол айтты, кеше дүкеннен сатып алайын деп. Мен өз қолымнан жасағым келеді. Ой, қандай керемет. Ендеше, мен сенің анаңа Иису қолдан жасауыңа көмек берейін. Мағжан, менімен бірге зертханаға барайық, жүр кеттік. Мағжантай, біз сенің анаңа арнап, мінекей, лимон және апельсин қабықтарын қолдана отырып, Иису жасаймыз. Және де мұнда міне раушан гүлдердің жапырақтарынан да Иису жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мінекей осындай екі шыны ыдыс керек болады. Сен мынау мандарин және апельсин қабықтарын осының ішіне үгітіп сала бер. Ал мен раушан гүлдің жапырақтарын салайын осында. Біз оның үстінен қазір Мағжантай осылай суық суды құямыз. Суық суды құйып, оны суға малып, батырып қоямыз. Және мандаринді үстіне осылай суық суды құямыз. Мамалы кішкене малып жібер. Біз мынаны кішкене малып, суға батырып қоямыз. Мағжантай, біз оны қақпақпен жауып, бір күнге немесе екі күнге қақпағын жауып қояйық. Анаңның туған күні болғанға дейін ол әлі дайын болып қалады. Ал Мағжантай, біздің мінекей өзіміз қолдан жасаған Иисуымыз да дайын болып қалды. Мағжан, сен білесің ба? Иисуды ежелден адамдар өздері қолдан жасаған екен, біз білеміз. Иисуды ежелде тек қана қалталы, бай адамдар ғана қолдана алған. Иисуды біз тек қолымыздың осындай жеріне, құлағымыздың артына, немесе мойнына шашып себетін болған Иисуды. Мінекей біздің Иисуымыз дайын. Біз қазір оны осылай сүзіп аламыз. Ой, қандай иісі әдемі болып тұр, а? Біз қазір осылай Иисуымызды сүзіп алып боламыз. Ой, раушан гүлден қандай әдемі иіс шықты. Ал енді Мағжантай, біз осы Иисуды міне арнайы Иисуға арналған құтыларға құятын боламыз. Бұл жерге бізге көмектесетін арнайы шприц. Шприцті қолданғанда өте сақ болу керек. Қане алдымен ана ашайын. Мынаның ішінен ақырындап Иисуды тартып аламыз. Ал Мағжантай, осымен біздің раушанды және апельсинді Иисуымыз дайын болды. Кәнекей, біз оны тексеріп көрейік. Шашып көр. Мен көмектесейін саған. Қане иісін көрейікші. О, қандай керемет. Апельсиннің иісі аңқып тұр, е? Келесің сәлем, раушан Иисуымыз. Ой, қандай керемет. Раушан гүлдің иісі шығып тұр ғой мұнда. Әнекей Мағжантай, біздің сенің анаңа арналған Иисуларымыз дайын. Енді оны әдемі қорапшаға салып, анаңа сыйлауға болады. Рахмет, Ләззат Омархановна. Енді мен өз қолымнан жасаған қорапшамдағы Иисуымды анамнан қуантып беретін боламын. Ой, жарайсың. Ал анаңа сәлем айт.